кәсібі жоғалып кеткен, мамандығы жоғалып кеткен адам ертең баласына не қалдыра алады? Алматыда бір комнаталық квартирамыз 40 мың теңге тұрған. Депрессия болды емес? Депрессия, кризис болды ғой, үлкен дағдарыс болды. Бір аптаның ішінде мемлекеттің бюджетін 3 есе 4 есе көбейтіп алу деген өте жақсы нәрсе. Рекламаны блокировка. Сол үшін айтқаным ғой, криптовалюта адамның өмірін жеңілдетеді. Қайырлы достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін сіздерге табыс табудың 15 түрімен таныстырамыз. 15 түрлі жолымен таныстырамыз десек болады. Өткенде естеріңізде болса, біз криптовалюта саласын YouTube-қа шығарған болатынбыз. Керемет көрілім жинады, керемет лайк жинады, алгоритмді өте керемет көтерді. Сондықтан бүгін біз екінші бөлім түсіріп жатырмыз. Бұл жолы бір түрмен ғана емес, 15 түрлі жолмен табыстауды көрсетеміз. Өткендегі видеода сіздер алғашқы салым кемі миллион болу керек болған. Енді осы жолғы видеода алғашқы салым 5000 теңгеден басталады. Криптовалюта саласымен қалай табыстауға және де оның қандай жолдары бар, сол жайлы толыққанды ақпараттар жинайтын боласыздар. Әлем бойынша биткоин өндіруде біздің Қазақстан екінші орынға шықты. Бүткіл әлем бойынша. Ал енді әлем бойынша бүткіл біраз мемлекеттер өздерінің валюталарын артқа жіберіп, долларға стоп қойып, өздерінің валютасын биткоинға ауыстырып жатыр. Сондықтан енді құндылығы жоғары және де көптеген адам біле бермейтінді, көре бермеген біздің Қазақстанның өзіне кейін жеткен салалардың бірі десек болады. Тура осы саланы қазақ тілінде түсіндіретін, қазақ тілінде бізге ашып айтып беретін, осы салада жұмыс істеп жүрген жігіттермен біз жақында таныстық. Осы видеодан кейін сол жігіттерді түсіруге де келдік десек болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет және қызықты сұхбаттардың бірі болады. Сұхбатымызды жалғастырайық және де бүгінгі кейіпкерімізбен сіздерді толық таныстырып өтсек. Қазақстан нарығында алғашқылардың бірі десек болады. Осы жігіттер қазақ тілінде осы криптовалюта саласымен түсіндіретін, толық меңгерген жігіттердің бірі деп таныстырсақ та болады. Олжас және Нұржан, ассалаумағалейкум жігіттер. Сөз өздеріңде. Құрметті қауым, ассалаумағалейкум. Мені Ұлан бауырымыздың алғашқы видеоларынан көрген шығарсыздар. Өзіміздің бизнесіміз Дыхание дракона бизнес жайлы түсірген болатынбыз. Сол уақытта маған звондаған адамдардың көбісі мынандай сұрақ қойды. Олжас, неге сен осы бизнесіңді басқа қалаларда өз адамдарыңды қойып, жаңа точкаларыңды өзің ашпайсың деп, табысты болса? Енді айта кететін жағдай, адам өмір бойы қозғалыста жүреді. Және де сол адамның қозғалысы дұрыс бағытта болса, ол адам өседі. Сондықтан да мен соңғы жарты жыл жаңа проект бастап жатырмыз. Ол проектіміз біздің осы қазіргі замандағы ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі криптовалютамен байланысты болады. Қасында отырған жігіт серіктесім, біздің командадағы ең маңызды, біздің главный спикер деп айтсақ та болады, Нұржан деген жігіт. Нұржан, ассалаумағалейкум. Осы салада жүргеніңізге қанша болды? Осы салада 5 жылдай болды жүрген. Жасыңыз қаншада? 28-де. 28-де. 5 жыл бұрын осы криптовалюта саласына кірдіңіз бе? Иә, 5 жыл бұрын басында кірген кезде мен бұны жай қосымша табыс ретінде қарастырдым. Өзім банкта жұмыс істеп жүрдім де, жеке айтып бүйтіп жүргенге ақша табу. Пайда табу ғой. Бірақ уақыт өте келе 2 айдың ішінде өзімнің 1 жылдық айлығымды тапқан кезде мен түсіндім, мына сала жақсы екен ғой, мына салада дамуға болады екен ғой деген сияқты. Ары қарай өзім зерттеу жасай бастадым да, крипто индустрия жайлы. Қазіргі осы кәсіп ретінде ұстап жүрсің десек болады. Қазір полностью хобби, өмірім криптовалютамен байланып отыр да. Негізгі мамандық қандай? Негізі мен бірінші мамандығым экономический, екінші мамандығым юридический, заңгермін да. 2 түрлі диплом. 2 қызыл диплом бар. Мына криптоиндустрияны изучать, зерттей бастаған кезде мен бір өте күрделі сұраққа қадалдым да. Получается, былай ғой, менің 2 дипломым, 2 қызыл дипломым 5-10 жылдан кейін актуальность кетіп қалады да, уже полностью саламыз жоғалып кетуі мүмкін. Мамандық жоғалып кетіп, кәсіп болмауы мүмкін. Заңгер, экономист, ол не? Биткоин, блокчейн технологиялары толық қаржыға жақын салаларды, экономист, бухгалтер, юрист, риэлтор, менеджер по продажам деген өте көп делдал жұмыс кәсіптердің бәрін жоққа шығарып жатыр. Алдағы уақытта болашақ жоғалып кетуі мүмкін мамандықтардың қатарында дейсіз ғой. Менің 2 дипломым сол қатарға кіргеннен кейін өзім осы саланы ары қарай зерттей бастадым. Өздеріңіз қарап көріңізші, алыс қалмай қойып, енді 10-20 жыл бұрын бәріміз кассетамен кино көрдік. Кассетамен әуен тыңдадық, магнитофонмен, кино прокатқа барып, дискілер шықты. Оның бәрі біреудің бизнестары болды. Біреу ақша тапты, мамандықтары болды. Біреу осы жұмыспен табыс тапты, өз семьясын, осымен, күнкөріс көзі болды ғой.
когда технология дамыған кезде бұл салаларды полностью нарықтан итеріп тастады да. Бірден де жоқ. Иә. Қазір жоқ қой, қазір кім прокатпен айналысып жатыр, кассета кім тыңдап жатыр қазір. Ол салалар жоқ. И адамдар өте көп ақша жоғалтты. Осымен айналысқан адамдар. Заводтар тоқтады. Заводтар тоқтады. Мысалы, автоматизация болған кезде тепсе темір үзетін жігіттер жұмыссыз қалып қалды. Роботтар алмастырып жүрді оларды. Роботтар, конвейерлар, өте көп адам жұмысын жоғалтып алды. Адам дайын емес бұндай нәрсеге. Бұны мемлекет ешкім бізге айтып жатқан жоқ. Ертең осындай нәрсе келе жатыр. Өстіп істейіндер деп. Ешқандай қорғаныс жоқ. Мысалы, өздеріңіз қарап көріңізші. Кәсібі жоғалып кеткен, мамандығы жоғалып кеткен адам ертең баласына не қалтыра алады? Мамандық жоқ, ойлашы. Мысалы, сен 10 жыл оқыдың, 5 жыл оқыдың, жұмыс істедің, бір тәжірибең бар, бірақ ол мамандық жоқ болып кетті. Не үйрете аласың? Сен балаңа не қалтыра аласың? Өте күрделі сұрақ. Сондықтан мен криптовалютамен айналысып кеттім. Вот не қалтыра алады? Қағаз ақша қалтырады, қағаз ақша қалтырады. А қағаз ақшамызды өзіңіз білесіздер, немен қамтамасыз етілген қазір қағаз ақшамыз? Былай қысқаша слайдпен көрсетіп жіберейік. Тура қазір бізге криптовалюта саласына толық түсіндірме жұмыс жүреді. Бұл жерде валюталардың салыстырмалы түрде, мысалы өзімізге танымал доллар, евро, теңге, рубль болсын, әр уақытта қандай құндылықта болды, қандай құндылық түсті. Ал енді біздің криптовалюта саласының артықшылығы неде екен, сіздерге кішігірім салыстырмалы түрде түсіндіреді. Өзіміздің қағаз ақша демекші күнделікті қолданыста жүрген теңгеміз ол 93 жылы бізде ұлттық валюта болып есептелді. 93 жылы шықты. Көріп отырғандарыңыздай, бір теңгеміздің өзі бұрында кәдімгі қағаз ақша валюта болып шыққан. Бір теңгемізді қоя тұрайық, бізде тиындарымыз кәдімгі қағаз ақша валюта болып шыққан ғой. Біздің теңгеміз жоғары болған да? Өте күрделі, өте жаңағы құнды болған. Неге құнды болған? Өйткені 50 тиынымыз 93 жылы Ресейдің 200 рубльна тең болған. Ойлаңыздаршы, қалай? Қазір керісінше ғой? Бәрі керісінше. Қаншама мың есе құлаған біздің теңгеміз, өзіміздің ақшамыз күнделікті ұстап жүрген. 93 жылы 5 теңгеміз 1 долларға тең болған. Қазір 400 қанша? 433. Қазір 430. Видео сұрып тұрғанда 433 болып тұр. 430 есе. 93 жылы 1 теңгеге біз 4 булка нан алатынбыз. 100 теңгемізге бір целый қойды алатын болған. 500 теңгеге 500 теңгеге сиырмен қоса қой алатынбыз. Бұл жаңа статистика бойынша жасалған слайдтар. Қазір 100 теңгеге қой тұрмақ, қойдың асығында ала алмайсың. 93 жылы Алматыда бір комнаталық квартирамыз 40 мың теңге тұрған. Теңгеміз сондай мықты болған, 40 мың теңге тұрған. Арасына 7 жыл салып, 2000 жылы сол квартирамыз бізде 10 есе қымбаттайды. Ақша қолдыра бастады. Бұл жаңа квартираның құндылығы көбеймейді, бұл біздің теңгеміздің құлдырағаны наоборот. 10 есе құнсызданып кеткен. Ал қазір өздеріңіз білесіздер, қазір бір комнаталық квартирамыз 20 миллион, и то 20 миллионға. Бір квадраты қазір 300 мың теңге тұрады. 400 мыңға квартира алсаң, қазір бір квадратын 300 мыңға сатып аласың. 3 квадратын 1 миллион теңге болады, жоқ дегенде. Ол жаңағы қаланың шетінде ғой, қаланың ішіндегі крышаның орташа бағасы 520 теңге бір квадратный метрге. Сонда қайда кетіп жатыр біздің? 93 пен арада бір 20 жыл салынып қарасаңыздар, теңгенің құлауы бұл. Арғай салыстырып, өткен видеода естіңіздер шығар, биткоиннің құлауы көп па, өсуі көп па? Соңғы 7-8 жылда әрине биткоин, криптовалюта тек өскен, құламаған, бірақ арасында құлаған уақыттар болған. Ал біздің теңге, доллар, евро, рубль сияқты ақшалар, олар ойнамалы түрде өседі, құлайды, ал біздің теңге тек құлап баратыр. Ары қарай жалғастырайық. Бұл неге құлдырайды? Вообще неге мировой жаңағы не болады? Кризис болады, дағдарыс болады. Жалпы 2007-2008 жылдары қаржылық кризис болды ғой, қаржылық дағдарыс болды Америкада. Ол банктар кредит выдавать етті де, кредитті, депозитті әкелген адамдардың ақшасымен кредит выдавать етіп, депозитті қайтарымға адамдар қайтып келген кезде банктардың ақшасы жетпей қалды Америкада. Яғни банктың системасы сонда ғой? Банктың системасы. Өзіңіздің қорыңызды банкке сақтауға береді, сіздің қорыңызды банк алады да кредитке адамдарға таратып жібереді. Ал сол кезде бір ипотечный кризис болды да, сол үйлермен. Үйлер көп салынды, берінді, бірақ төлемеді адамдар. Адамдар төлемеді, и екіншіден банкқа сенім кетіп қалды, сенім қашып кетті адамдардың. И банктың полностью
банкрот болды, көп банктар депозитін қайтаруға келген адамдардың ақшасын қайтара алмай қалды. Шум көтерді. Шум көтерілді, қатты соттар болды, істер болды, в общем, банктар өз ісін атқара алмай қалды. Сол кезде өте бір депрессия болды емес? Депрессия, кризис болды ғой, үлкен дағдарыс болды. Сол кезде біздің мына биткоин саламыз дайындалып сол кезде шығып жатты 2009 жылы, бұл бір шешім ретінде қарастыруға болады. Сол кезде шығып жатыр. Неге? Сол әрқандай әңгіме бар негізі. Биткоин неге шығады, неге шыққан, вообще кім шығарған деп. Оны алдыңғы видеодан көрген шығарсыздар, жаңағы шығарушы адам жоқ, бұл жерде центр жоқ, орталық жоқ, басқарма жоқ. Ол басқарманы бұзса, қазір бір компанияның, олар құлдырап кетеді. Ал биткоинді бұзу мүмкін емес қазір. Биткоин тоқтату үшін қанша уақыт керек? Жарты жылға полностью бүкіл әлемде интернет өшіру керек. Бұл енді бүкіл әлем криптовалютаның айналымын тоқтату үшін, оборотын, жалпы бұл криптовалюта деген ақшаны жоқ қылу үшін жарты жылға әлемде электр қуатын, жалпы светті өшіру керек. А ол мүмкін емес. Мүмкін емес. 2007-2008-де осындай дағдарыс болып жатады. 2009 жылы болады ғой, адамға бір, әлемге бір әр 100 жыл сайын шешім керек, шешім шығып тұрады деген бір не бар, әңгіме бар, бір көмек жаңағы импульс, үлкен өзгеріс алып келеді. Үлкен өзгерістер. Осы ең үлкен өзгерістердің бірі бұл биткоин болып келеді. 2009 жылы көріп отырғандарыңыздай 1 теңгеге 2380 биткоин келетін. Сатып алуға болар еді. Қазір 2021 жылы 12 жылдан кейін сол 1 теңге 61 миллиард теңгеге ауысты. Сонда интернет 2000 жылдары интернет шыққанда интернеттің жыл сайынғы өсім бағасы, өсім жаңағы саны, адамдардың саны 150 миллион болған. Биткоин саласында жыл сайын өсім, адамдардың өсімі 450 мың. Сонда 3 есе интернеттен көрі биткоин 3 есе тез өсіп келе жатыр. Ал интернет 20 жылдың ішінде не жасады? Бүкіл әлем қазір интернетте отыр. Ал биткоиннің өсімі 3 есе үлкен. Өздеріңіз көріп отырсыздар, 1 теңгеден 61 миллиард теңге. Егер сол жылы біз сатып алсақ, қазір бізде 61 миллиард ақша болар. 1 теңгеге алсаң, мысалы, 1 теңгеге алсаң, ал 5 теңгеге алсаң, 1 теңгеге алмайсың ғой енді ол кезде. Ол кезде бізге ешкім айтқан жоқ, бұл биткоинді, ешкім былай білдік қой, кеше. Жақында білдік қой. Ең басында әңгіменің бәрі Америкада шығады, Америкадан кейін жаңағы СНГ-ға келеді, олар Россия, Украина, одан кейін бізге Қазақстан, Қырғызстан деп кетеді. Біз информационный аралық өте көп бізде Америкамен. Сол үшін ойламаңыздар, 2009 жылы бұл өтіп кетті деп. То есть бір теңгеден үлгермей қалу деген жоқ. Мүмкіншілікті жібере алмадық. Әлі жібере алмадық. Өйткені бұл биткоин тек қана бір криптовалюта. Ал әлем бойынша биткоиннан басқа 13,5 мың криптовалюта бар. Әр күн 10-15-20-дан криптовалюталар шығып жатады. Ол криптовалюта босқадан босқа шыға бермейді. Олардың белгілі бір миссиялары болады. Мысалы, жаңағы эфириум, жаңағы смарт контракт жайлы биткоин төлем арқылы қолданса, көптеген компаниялардың өздері қазір өздерінің криптовалюталарын шығарып отыр. Неге? Арнайы бір мақсаттары бар, көптеген құндылықтар өспеген бірақ. Құндылықтар өскендер де бар. Өспегендер де бар. Ал енді бір мысал айта кететін болсақ, бір жыл бұрын Shiba Inu деген 2021-де дейік. 2020-да, тура бір жыл бұрын, грубо говоря. Осы күннен ары қарай алсақ. 5000 теңгеге бір Shiba Inu деген криптовалютаны алып қоямыз. Алып қоямыз? Иә. Болды. Бір жылға ұмытамыз. Ары қарай өз жұмыстарымыз істей береміз, жұмысқа барамыз, то все. Одан кейін бір жылдан кейін ашып қарасаңыздар, сіздердің кошелектарыңызда 3 миллиард теңге жатып жатыр. Бір жылдың ішінде 5000-нан 3 миллиард жасап отыр. Яғни 61 миллион процентке өсіп отыр бір жылда бір криптовалюта. Shiba деген ба? Shiba Inu деген, иә. Одан бөлек тағы да миллион процентке өскендері көп. То есть криптовалюта каждый день шығады, олардың миссиялары болады. Ол сол миссиялармен жұмыс істесе, оларға жан-жақтан жаңағы ақша аударылады. Ол соның арқасында өседі. Ол жақсы жұмыс жасап жатса, бұның барлығын, бұл қандай криптовалюта өседі, қай жақта шығып жатыр, оның бәрін білсе болады. Жаңа видеоның басында біз сөздерді бөліп айтып кеттік. Бір мемлекет дейтіндерді, яғни толыққанды өзінің, мысалы біздің Қазақстан сияқты мемлекет теңгенің көзін жойып, долларды тоқтатып, биткоинді, криптовалютаның ішінде биткоинді өзінің ұлттық валютасы сайлады дегендер. Қай мемлекет? Сальвадор деген мемлекет, президенті Найбу Букеле деген кісі. Ол толықтай өз валютасынан отказ беріп,
мына қазір общий доллардан отказ беріп өз национальный валютасын биткоинға бұрып отыр да. Ал долларға Америкаға ол тиімді емес қой, доллардан қашып жатыр, бір мемлекет шығып жатыр дейді де, оған қарсы забастовкалар жасап, проплачивать етіп, әртүрлі бір жағдайлар көтеріп, дағдарыс көтеріп өзіне. Сол ақпараттар биткоиннің курсына әсер етеді, кері әсер етеді, биткоин бағасы түсіп кетеді. Қатты емес. Сол кезде президент не істеді, ана Сальвадордың президенті? Ол мә ендеше деді де, үстіне тағы да ала салды, тағы да биткоин алды. Анау алғанын көрген кезде тағы 300 биткоин алған. Ал өздеріңіз қарап көрсеңіздер, бір биткоиніңіз 30 миллион теңге ғой. Ал Сальвадор сияқты мемлекетке ол көп көрім ақша бюджетіне. И былай қарасаң, ол ары қарай ана падениеда тағы да алды да, содан кейін одан сайын биткоин бағасы 2 есе өсіп кеткен кезде бюджетін 3 есе 4 есе көбейтті. Бір уақыттың ішінде. Бір аптаның ішінде мемлекеттің бюджетін 3 есе 4 есе көбейтіп алу деген өте жақсы нәрсе ғой, былай халыққа қарасаң мемлекет. Ұлттық қазынаны көтеру ғой былай жеткен кезде. Сонда Сальвадордың сондай істеген ісінен кейін елдер білді, көрді де көп мемлекеттер қазір өзінің цифровой валютасын шығарып жатыр. Мына мысалы Қытай, сіздер айтасыздар, майнингтан отказ беріп жатыр. Ол криптодан отказ беріп жатқан жоқ, ол биткоиннан отказ беріп жатыр. А негізі өздері закон шығарып, өздерінің айтишниктары өз заңымен цифровой юань жасап жатыр. Ол криптовалюта. Ол биткоин просто бір конкуренті болайын деп тұр ғой, өзінің валютасымен. Ақшасы мемлекеттен шықпау үшін деген сияқты. Құрметті достар, енді видеоны соңына дейін көрсеңіздер, 15 түрлі табыс табу жолымен түсіндіретін боламыз. Толыққанды ақпаратты білем деген адамдар видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазірге дейін айтып отқан ақпараттар көңілдеріңізде шығып отыр деп ойлаймын. Сондықтан сұхбатты жіберіп алмаңыздар. Ары қарай жалғастырайық. Жаңағы айтып кеттік қой, 5000 теңгеден 3 миллиард жасап алды. Мынау 1 теңгеден 61 миллиард. Бұның бары инвестиция. То есть бұған әр күн сайын бір нәрселерді істеп нетудің қажет емес. Бір алып қойдың ба, белгілі бір ақпараттарды оқып алып қойдың, болды. Сенесің сен бұл проектте, бұл криптовалютаға сенесің, болды. Негізі крипто әлемде табыс табу жолдары біз өзіміз сенетін 15 тәсілі бар. Қолданып жүрген, иә. Мысалы ала кететін болсақ, біз өткенде майнинг түсіндірдік, дұрыс па, или фермерствоны түсіндірдік? Ол кезде майнинг түсіндірдік. Майнинг ол бізде 11-ші тәсілдердің бірі екен, құрметті достар. Ал енді бізде 15 түрлі тәсілдің қазір бірнешеуін түсіндіріп кетсеңдер. Мысалы жаңағы майнинг дейміз ғой, майнинг ашу үшін бұл жерге ақша керек. Үлкен ақша керек. Минимум миллион, 2 миллион, 3 миллион. Ол бір қызығы, ол майнингті ашқанда 1 миллионға ашып алады ғой. Одан кейін 1-2 ай өткенде новый жаңадан шыққан видеокарталар шығады. Олар одан да постоянно ақша салып отыру керек қой, ол индустрия. Оны обновлять етіп отыру керек. Әркім өздікін таңдайды ғой негізі. Кімге қайсысы ыңғайлы болады, иә. P2P деген қалай ол? P2P деген жеңіл тілмен түсіндірген кезде P2P әр қалада бізде обменниктер бар ғой, валютный обменниктер. Обмен валюта. Олар ол жерде пайданы 2-3 теңгеден алып, мысалы там 425-тен сатып алады да 430-дан 429-дан сатады да, мысалы долларды. Сол айланған бір 3 теңгемен пайда жасап отыр. Количествомен оборот үлкен болғаннан кейін соның арқасында пайда жасап отыр. Бірақ олардың жұмысын мемлекет басқарып отыр. Олар там 430-дан алып 450-ден сата алмайды. Өйткені заңмен ол бәрі шектеліп отыр. Ал P2P-да, мысалы peer-to-peer деген от равного к равному деп аударылады да, тең адамнан тең адамға деген сияқты. Получается, сен өзің криптовалютада криптообменниктің рөлін атқара аласың да адам. Егер осы способ таңдаса, осы тәсіл таңдасаңыздар, сен өзің 420-дан алып 450-ден или 500-ден сата аласың тура сол долларды. Толыққанды құқығың бар. Бұл жерде адамдар алады. Ешкім сені шектей алмайды. И клиент те табылады. Клиент та оны қуана алады. Неге алады? Өйткені мысалы қазір биткоин 50 мың болып тұрсын бағасы, резко 40 мың болып кетсе, оған спрос өседі. Оған сенетін адам 40 мыңмен арзан бағамен сатып алайын дейді де, оны сатып алу үшін доллар алу керек. Ал долларды сен сатып аласың P2P-мен. Сол жерде сен 450 там 480 деп қоясың, басқа ешкім жоқ болғандықтан сенен еріксіз алады. Көптеген адамдар соның өзі пайда жасап жатыр. Екінші жолы инвестированиен жаңа айтылып кеткенде сатып аласың, ұмытып кетсең де болады. Әйтеуір бір валютаны сатып алып қойдың, жаңағы шиба сияқты. Құндылық өскен кезде пайда табасың, құндылық құласа онда минусқа кіресің. Бірақ енді аз ақшамен кіресің, бір артықшылығы да. Минусқа кіргенде мынаны қарап тұрады.
инвестированияда былай алып қоясың ба, бұл бүгін мысалы бір криптовалютаны алып қояйық, бір ғана штугын, ол мысалы 100 мың теңге тұрсын, иә, ертең бұл құлдырап түсе ма 20 мың теңге болып қалады, бірақ сенде мына криптовалютаң бар, қазір 20 мың болып қалды, бірақ сен 100 мыңнан алдың жарайды, бірақ ертеңгі күні анау қайтадан өскенде, либо хотя бы 100 мыңға қайтадан көтерілгенде сен минусқа кетпейсің. Инвестированияда минусқа кетпейсің. Риск аз. Риск аз, өте аз болады. Арбитраж. Ол ертеңгі күні 7-8 есе өсіп кетсе, уже плюс боласың. Арбитраж? Арбитраж дегеніміз былай қысқаша түрде айтқан кезде, мысалы, әртүрлі биржалар бар, әртүрлі мемлекеттердің биржалары бар, нарықтар. Криптовалюта сататын нарықтар бар. Мысалы, Америка биржасында биткоин 60 мың доллар болып тұрсын. Корея биржасында 60 мың 200 доллар болып тұрсын. Ол бәрі бір уақытта жасалып жатқан нәрсе. Алып сату ғой бұл жерде де. Иә, алып сату. Мысалы, сен бір биржадан 60 мыңға аласың, екінші биржада тура дәл сол уақытта 60 мың 200 болып тұрады. Сен бір биржадан сатып алып, ана биржаға қолма-қол аударып, сол биржада 200 долларға қымбатырақ сата аласың. Сенің объемың, оборотың үлкен болып тұрса, ешқандай ақпаратсыз, ешқандай анализсіз, қолма-қол екі биржа бағасын көріп тұрсың ғой. Мына жерден алдың, 200 долларға қымбатырақ саттым. Арзанға алдым, қымбатқа саттым. Қысқаша айтқанда. Төртінші тәсілі? Төртінші тәсілінде Bounty Hunter дегеніміз, мысалы, күнделікті айтып кетті ғой, жаңа 13 мыңдай валюта шығып жатыр. Күнде жаңа валюталар шығып жатыр да. Ол жаңа валюта басында шыққан кезде не керек? Оған ақпарат керек, оған реклама керек. Өзін продвигать ету үшін. Сол үшін ол неше түрлі акция сияқты, скидка сияқты нәрсе жасайды, конкурс ретінде. Кім мысалы Инстаграмда біздің валюта туралы жазады, соған там 1000 монетасын береміз деген сияқты. Мысалы, улан деген валюта болсын. Улан деген валютасы болады. Салатанда болсын. Салатанда, да. Өз бизнесін даму үшін улан өз криптовалютасын создавать еттік деп айтайықшы, мысалы, бастады. Сол кезде улан тұрады да, достар, кім осы видеоға репост қояды, мен оған там 1000 улан жіберемін деп айтады. Хорошо, бәрі репост кетеді, репост кетіп жатыр. Улан ол валютаны қанша болсын бере алады, өйткені ол валютаның қазір құны жоқ. Ол валютаны улан шығарды, барлық штуктан 1000. Мен айтам ғой, лайк бассаңдар 100-ын аласыңдар, комментария жазсаңдар 200-ын аласыңдар, WhatsApp-қа таратсаңдар 5000-ін берем. Яғни Bounty Hunter дегеніміз іс-әрекетпен жұмыс ету арқылы ақша өзінің несін продвигать етеді. Тегін тарату ғой, еңбек етесіз, оның орнына ақысын аласыз. Сонда төртінші тәсілі. Ақша төлемей, де криптовалюта аласың. Иә, бесплатно аласыз. Оның түрлері, тәсілдері өте көп. Яғни криптовалюта алу вообще тегін десек те болды мына жерде. Белгілі бір іс-әрекет аласыз, ақша салмайсыз, орнына криптовалютамен сізге төлейді. Ертең оның құндылығы көтеріліп жатса, жақсы жүріп жатса бұл валюта, сіз әрине пайда табасыз. Бесінші тәсілі, криптогеймер ма? Криптогеймер деген қазір өте қарқынды дамып жатқан криптоиндустрияның саласы. Өйткені көп адамдар қазір ойын ойнайды, әртүрлі ойындар ойнайды. И қазір өте көп проекттар, игровой ойындар. Өз ойынның ішінде там платина, алмаз, бриллиант сияқты өзінің валютасы болады ғой. Оружие сатады, киім сатады. Соның бәрі цифровой криптовалюта жасап жатады. Мысалы, уже криптовалюта тауып аласың, там көшеде ойынның ішінде жүгіріп жүрсің де, бір жерден криптовалюта тауып аласың. Оны алып, өз кошелегіңе. Ондай ойындар бар ғой қазір? Иә, ондай ойындар бар. Қызыл ақша қылып шығаруға болады. Сен ойында ойнап жүрген, то бишь монетизация сияқты ғой, сен ойындағы уақытыңды қазір қолма-қол тікелей ақша қылдырып шығара аласың. Осы криптоиндустрия сол жаққа қарай дамып бара жатыр. Қазір бізде карантин болғанда осы бір жыл бұрын ойындар әлемі өте қатты өсті. Киберспорт мықты ғой қазір. Киберспорт өздеріңіз білесіздер, қазір дотадан жаңағы миллион долларовтан нелер, жаңағы призовой фондтар ше өте қарқынды дамып келе жатыр. Бұны даже Олимпийский игрыға қосамыз деген әңгіме шыққан алдында. Статистика бойынша, әлем бойынша 3 миллиардтан астам ойыншы бар екен, игроктар. Барлығына бөліп санағанда, әр игрок 3 миллиард адам, әр жыл сайын каждый 15-25 долларға ойынға салады екен. Ақша. Енді 3 миллиард адам 25 доллардан ойынға салса, ол деген қып-қызыл ақша. Ол кәдімгі бір рынокты көтеріп жіберетін ақша. Ал осы игровой жаңағы сала өте қатты дамып жатыр. Мысалы айта кететін болсақ, ойын ол виртуалды әлем ғой. Виртуалды әлем. Бізде қазіргі көрермендер
күнделікті қолданып жүрген WhatsApp, Instagram, Facebook барлығы бір компанияға тиесілі, ол Facebook деген компанияға тиесілі. Осы Марк Цукерберг, Facebooktың ген директоры, бір ай бұрын атын Метаға ауыстырды. Мета дегеніміз ол метавселенная. Метавселенная дегеніміз ол виртуалды әлем. То есть біздің күнделікті қолданып жүрген приложенияларымыздың барлығы, үлкен компаниялар қазір криптовалютаға ауысып жатыр, виртуалды әлемге ауысып жатыр. Бір апта бұрын олар перчатка шығарды. Мета деген. Очкимен виртуалды әлемде отырасың да, жоқ затты былай виртуалды әлемде ұстағанда сенің кәдімгі сезінесің. То есть бұлар барлық соған қаражу бет сол жаққа кетіп жатыр, сол жаққа. Әр 10 жыл сайын әлем өзгереді. Мысалы жаңа айтып кетті ғой, кассетадан кейін диск пайда болды, дисктан кейін флешка пайда болды, YouTube, флешкадан кейін не? Қазір барлығы облачное хранение. 10 жыл бұрын там ютубер деген болды ма, блогер деген болды ма, таргетолог, SMM-шік деген. 5 жыл бұрын қазір актуальный профессиялар. 5 жыл бұрын SMM-шіктер деген болмаған. 5 жыл бұрын біз өзіміздің теңгеміз, жаңағы портмонемізде теңге болмайды деп ойлаған жоқпыз. Қазір барлығы ақша ұстамайсың. 50 теңге парковкаға таппайсың ғой, 100 теңге. Даже 10 айда бұрында карточка болды. Карточкадан кейін не пайда болды? По пути такси ұстамайсың. QR-мен қазір барлығы технология. Адам өзгеріп жатыр. Адамда негізі осы технологиямен бірге даму керек. Негізі байқалмай заман дамып жатыр десек болады ғой даже. Әр күн сайын біз осыны көріп жүрміз, бірақ әр күн сайын көргеннен кейін байқалмайды ол. Егер 5 жыл отрезокпен қарасаң, кәдімгідей миға кірмеген әңгіме дейсің ғой. Келіп жатыр. Басында біз Nokia-лар шықты, білесіңдер ме? Черно-белый телефон змейкамен. Потом ана экспресс мюзиктары 6300 деген сияқты өте айғалып тұрған телефондар шықты. Осы жерде бір тәсілін айта кететін. Қалған тәсілдің бәрін енді айта бермейміз, құрметті достар, оның бәрі толыққанды ақпаратты видеоның соңына дейін көрген адамдар міндетті түрде алатын болады. Қазір ары қарай жалғастырайық. Соңғы 1-1,5 жылда ең қарқынды дамып келе жатқан криптовалютаның салаларының бірі ол NFT деп аталады. NFT деген не? Ең қысқаша жолмен айтсақ, мысалы Леонардо да Винчидің бір картинасын алайық. Мона Лиза ма қайсысы? Мысалы бір картинасын аламыз да, оны жаңа цифровка жасайды. Цифровка деген компьютермен цифровка жасайды да, бұны алып бір криптовалюта шығарады. Оригинал ретінде. Мына оригиналды не істейді деп ойлайсың? Короче, цифровка деген оригинал түгел бетін көшіріп алады ғой. Полностью көшіріп алады. Электрондық түрде болады. Уже бір криптовалюта токен деп аталады. Ал мына оригиналды өртейді. Жоқ қылып жібереді. Сол кезде мына криптовалютаның мына токен несі, NFT токен құндылығын ойлаңыз қалай. Енді оригинал электронды өткеннен кейін электронный құндылығы өседі. Сол бағаға. Сол бағадан NFT деген сол ма сонда? NFT деген сол. Мысал келтіріп кетейік. Негізі NFT картиналар, бұл только картиналарды ғана айтамыз қазір. Ал негізі көптеген салаларда қазір бұл дамып жатыр NFT. Осы NFT-мен байланысты магазиндар бар, мысалы кейбір адамдар, кәсіпкерлер өз товарын фотоға түсіріп NFT токен қылдырады да, ананы сатып алған токенмен адам кеп NFT токенін көрсетіп уже кроссовка товарды алады. Мысалы олар NFT жасайды да, арзанырақ бағамен шығарады NFT, чтобы реклама болсын деп. Адамдар сатып алады да. Сатуда жеңіл ғой, доставкасы жоқ, анандай. Артықшылықтар ғой бұның бәрі. Бұның барлығы артықшылық. Негізі криптовалютаның негізгі мақсаты ол адам өмірін жеңілдету. Барлық салаларда. Мысал келтірейік. Мысал келтірсек, NFT картиналар қаншаға сатылды, топ 10 деп айтайық. 10-шы орында мынандай картина енді. Хачмаск па не ол? Хачмаск деген картина $650,000 сатылған. NFT картиналар, иә. Мынау жаңағы Стив Аоки деген диджей музыкант бар. Бұл уже музыкалық салада дамып жатқан NFT токен. $788,000 сатқан. Бұл NFT деген барлық салаларға енді жайылып жатыр. Осы NFT-мен байланысты криптовалюталар алғашқы 1-2 жылда өте жақсы икстар береді, Shiba Inu сияқты. Біз соған сеніп отырмыз. Сіздер қазір енді сол алғашқылардың бірі болып осылай ақпаратты біздің канал арқылы және де осылай жігіттер арқылы танысып отырсыздар. Біздің канал мен біздің артықшылығымыз осы да елден бұрын жеткізу. Ары қарай жалғастырайық. 8-ші орында
Метарит деген картина, иә. $904,000 ма? $904,000. Әдемі, иә. Әдемі негізі. Әдемі, хорошо. Но $904,000 тұрар ма? Бірақ бұл NFT енді ғана дамып келе жатыр. Сол үшін бұлардың жаңағы құндылығы өте үлкен. Қазір екінің бірі NFT жасап жатқан жоқ, бірақ бұл NFT-ді жасап шығаруға болады, оны үйренсе болады. Оның барлығы бар, үйрете аламыз. 7-ші орында бесконечная роза деп айтады. Қарапайым картинка ғой, $1 миллион тұрады. Әлемдегі жалғыз крипто роза деп айтсақ болады. Әлемде жалғыз $1 миллион бір романтик қызына подарок жасаған ғой. $1 миллион сатып алды. Бұл картина жай ғана криптовалюта. Сенбейсің, миға қону қиын негізі бар ғой. Бірақ болып жатыр. Болып жатыр, бұл әлемде болып жатқан зат. Біз білмей жатқан заттар өте көп қазір. 6-ші орын CryptoPunk. Қараусы жүрін Minecraft. Пикселдер. $1,250,000. Енді құрметті достар, енді қазіргі 6 тәсілмен таныстырдық. Қазір тағы да бір сұрақтардың бірі, мысалы біз 1 жыл бұрын Shibon алған кезде қазір осыншама миллионымыз болар деп жатырмыз ғой. Енді солардың өсетін, өспейтін, құлайтын, құлдырайтын қаяқтан біліп отырамыз? Арнайы бір порталдар, сайттар бар ма? Негізі. Мысалы біздің жақсы қолданатын сайтымыз ол CryptoBubbles деп аталады. Өздеріңіз қарасаңыздар, міне бұл жерде мынаның бәрі нелер ма? Оның барлығы валюта. Толық қанды да мынаның бәрі? Не, біз бұл только жаңағы Binance деген платформада ғана бар. Бұл жерде 200-ден аспайды криптовалюта. Ал негізгі 13 мың бар. Оның бәрі алаңдар бар ғой негізі? Алаңда бар, бірақ бақылап отыратын. Прям Binance-та ғана шығарып отыратын бар. Мына жерде қойсақ болады, мысалы, топ 100 деген криптовалюталар бар. Алғашқы топ 100. Жасыл болып домалақ болып тұрғанда олар жақсы дегендері сөзді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне бағанағы Shiba 66,949,000% өсіп отыр. Осы жерге 5 мыңды 66 миллионға көбейтсең, қазір 3 миллиард шығып тұр. Бір жылдың ішінде мынау годовой. Егер біз дневнойды алып қарасақ, бір күннің ішінде 42, 18, 13, 17, 16, 24. Мына бат деген кетесің бе батты? Мысалы, мына бат деген валютаны алсақ, бағана айтып кеттік қой, әртүрлі криптовалютаның өзінің бір мақсаты бар, бір қолданатын жерлері бар деген. Біз мына қазір қолданып отырған браузеріміздің өзі бат деген, Brava деген браузер. Ол Chrome емес, не емес ма? Қарасаңыздар басқа. Основной несі. Бұл браузердің мақсаты, мысалы сен осы браузерді қолданған үшін саған олар бат деген валютаны криптовалюта береді. Тегін беріп отыр. Сен Chrome емес, осы Brava мен. Мысалы, Google немен ашқан кезде, Chrome'ды ашқан кезде браузерімізді бір картинка тұр да күшті. Мына ұнап тұрса, мысалы мына жерге бассақ, мына Spencer Moore дегеннің бүкіл жұмыстарын көреміз, қандай жұмыстары бар. То бишь ана браузер өзі бір реклама жасап жатыр да. Соның арқасында бізге бат деген валюта түсіп жатыр кошелегімізге. Оның өзі бір табыстың көзі де. Сөйтіп әртүрлі жерлерде қолданады. Бұл мысалы міне жаңа вкладка бассаңшы. Жаңа вкладка бассаң, осы браузердің ішінде уже басқа картинка көрдіңіздер ме? Бұл да біреудің төлеп қойған реклама. Жарнама. Бұл уже басқа ax.com. Бұл жарнама. Бұл сайттың ішінде ғана жасалған. Бұның бір жақсы плюстары бар, бұл Brava'ның. Өйткені бұл басқа өзі сайттардың өзінің рекламасы болады ғой, ана 1xbet или YouTube-тағы шығып жатқан рекламаларды соны болдыртпайды. Өзің мысалы любой YouTube-ға кіресің, көрсетсе лайк. YouTube-ға кіресің. Любой видеода монетизация, видео өте көп қой реклама. Басында. Вот сондай мына браузер соны блокировать етеді. Вот мысалы олардың каналына кірсек, оларда да көп қой реклама. Монетизация ғой енді, ақша табу. Ал енді қара. Ең басында любой басқа браузерді ашқанда бұл жігіттердің кәсібі қазір саған 5 секунд, 15 секунд реклама көрсетеді. Бұл браузердің мақсаты сондай да. Мына браузермен кіріп отырмыз қазір, реклама жоқ. Рекламаны блокировка. Сол үшін айтқаным ғой, криптовалюта адамның өмірін жеңілдетеді. Бұл жерде өзін қойсам болады. Біз мысалы рекламаны полностью алып тастадық, чтобы жаңағы нетпесін деп, мешать етпесін деп. Бұл жерде жаңағы не бар? Настройка бар. Настройканы қойсаң, максимальный реклама десең, бізге, например,
күніне да, например, бір ғана бат беріп тұрса, егер максимально десең, олар саған күніне 10 бат беріп тұрады. Бірақ реклама көп. Реклама тұрады, иә. Өзің көресің, саған интересный реклама. Біздің обычно Chrome сияқты рекламалар шығып тұрады, бірақ ол үшін саған 10 криптовалюта беріп тұрады күніне. Бұл сондай бір валютаның мысал ретінде артықшылығы. Қайтадан бабысын көрсем, мысалы, міне бат дегенде, мынау бір күндік қане объем. Бір күндікте, мысалына бат валютаға да 100 мың салсақ, қазір 16 мың пайда көрсетіп жүреді бір күннің ішінде. Неделя деп қойсақ, бір аптасын қарасақ. Бір аптаның ішінде мысалы. Гала деген валюта бір аптаның ішінде X2 жасап тұр ғой. Мысалы, мына галаға бір апта бұрын сен миллион салдың ба? 2 миллион салдың. Бат 15 бат қатты өспепті бір аптада, иә? Бат Ол жаңағы күндік қана ғой, күндік қана болған. Ал неделяны алсақ, ол общий барлық недельнен алады. Тұрақты 15 өскен деген сөз. Иә, ал енді қараңыздар, мына жерде қызылдар бар. Бағанағы шибаны міне минус 16 деп тұр. Бұл бір аптаның ішінде минус 16%-қа ғана құлаған. Негізгі саған статистика беретін, бұл саған бір жыл. Сонда бір жылда жаңағы қызарып тұрған криптовалютаның әр қайсысы қазір жап-жасыл. Ол нені айтады? Криптовалюта жыл сайын өсіп жатыр. Күн сайын өсіп жатыр. Ол бір күнде кішкене құлап қалады, бір аптада кішкене құлап қалады, әрі-бері құлдырап, то все. Бірақ бұл осы движениемен бұл былай өседі. Сонда жылдық отрезекті алсам 600 есе, 6000 есе, 25000 есе рост болады. 66 миллион есе. 66 миллион пайызға өскен ғой. Енді Аксис деген мысалы 32 мың пайызға өскен, бұл игровой топ. Бағана айттық қой игровой деп. 1 теңге тұрған, былтыр ғана 1 теңге тұрған нәрсе қазір $120 тұрады, $150. Құрметті достар, енді бүгінгі біздің видео көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Бүгінгі біздің кейіпкерлер де өте керемет түсіндірді, бірақ айтатын әңгіме өте көп, түсіндіретін әңгіме өте көп. Бұл криптовалютаны ақша салмай өндіруге де болады, жарнамамен де табуға болады, ойынның ішінде жүріп тапсаңыздар да болады. Ортада делдал болып тапсаңыздар да болады, алып сатсаңыздар да болады, болмаса инвестор болсаңыздар да болады. Ең құрғанда ферма ашып, фермамен өндіруге де болады. Бұл нарықты бізге енді танығанымыз 2009-да шықса, біз танығанымыз кеше ғана. Сіздер де ғана кеше ғана танысқан шығарсыздар. Енді болашағы зор, мемлекеттер өтіп жатқан валюталардың бірі. Мемлекеттер кіріп жатқан, айналып жатқан үлкен обороттар жасап жатқан. Шыны керек, мен өзім де қатты қызықтым. Мүмкін біреуін алып қойып, бір жылға дейін күтіп қанша есе өсетінін де күтуге де болады. 300-400 теңге сал. Көп ақша салудың керегі жоқ. 5000 теңгемен бастауға да болады. Бірақ енді бұл жігіттер осыны 5 жыл бойы тәжірибесі бар, меңгерген, оқыған, осымен табыстау жолдарын біледі. Әрине, тегін үйретпейді, тегіннің құны жоқ. Бірақ курстардың бағасы сондай бір айдың бағасына емес, 200 теңге. 200 теңге курстың бағасына осы криптовалюта нарығында қалай ақша табу керек, қалай аналитика жасау керек, қалай көріп отыру керек, қандай сайттар бар, рынокты қалай зерттеп отыру керек, қайсысы құлайды, қайсысы өседі, қай жерден қанша ақша табуға болатынын сіздерге толыққанды үйретіп көрсетеді. Бұл нарыққа кіргеннен кейін миллиондар, миллиардтар салудың керегі жоқ. 5000 теңгемен, 10 000 теңгемен кіріп оборот жасауға да болады. Әрине, әр саланың, әрбір кәсіптің өзінің адамдары бар. Қызыққандар болса, толыққанды ақпаратты білем дегендер болса, мына номерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, звондамаңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар өтініш. Тура осы видеоның астында біз сіздерге кішігірім көрсетіп кетеміз. Google форманы біздің мына көрсеткен нұсқа бойынша толтырып өз ақпараттарыңызды қалдырсаңыздар болады. Аты жөніңіз, номер телефоныңыз қалдырсаңыз, жігіттер сіздерге өздері хабарласып, арнайы чаттарға, каналдарға қосатын болады. Және де қосымша сабақтар сол жерде де болатын болады. Курсты алам деген адамдармен хабарласыңыздар. Алғашқы 50 адамға да жігіттер 50 адамға 200 теңге, ары қарай бағасы міндетті түрде қымбаттайды. Өйткені қаншама жыл тәжірибе, қаншама еңбек, бұны сіздерге түсіндіріп көрсету. Одан кейін тағы да қосымша айта кетерміз. Бұл енді крипто саласындағы алғашқы клубтардың, алғашқы қазақша тілдегі біздің Қазақстан нарығындағы бір орта десек болады да, сіздердің құрып жатқандарыңыз. Қазақтар ғана крипто орта ғой, бұл ең алғашқылардың бірі болып кіріп, осы ортаның ішінде бірге өсіңіздер, тәжірибе жинаңыздар, навык жинаңыздар, жалпы әлем қайда кетіп бара жатыр, заман қайда өсіп бара жатыр, бірге бақыласаңыздар болады. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Видеоны лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.